Жан ана аңсап жүрмін күндезіңді. Балам деген бал тәтті жыр сөзіңді. Арманның қиялымен келем ана, қайта көрсем екен деп өзіңізді. Мен тіріңде білмеппін қадіріңді, жылына бір көреміз қабіріңді. Қайта аллам ортаға төгермеді аналық ақ жүректі жарығыңды. Пенделікке салынып аттандаймыз, ананы біздер тауып жатқандаймыз. Бір сөзіне 10 ауыз тіл қайтарып, ақ сүтінің алдында ақталмаймыз. Ей адамзат, қадірле анаң болса, зор бақыт бірге жүріп аман болса, анадан бар жылулық табылады. Қуанып, қиналғаннан жаның тоңса. Анаңдай бола алмайды өзге ешкім, анасыз өмір сынын бастан кештім. Анадай ардақты адам табам деме, анадан ешбір жан жоқ, асқан ешкім. Жылатпа, сызат салма жүрегіне, қарсы тұрма екетпе тілегінде. Анаңды аялап өт жылатпағын, мәңгі жұмақ кілті бар жүрегінде. Ұрса ұрсар, жаман болсын демейді екен, өткен өмір амал не келмейді екен. Анаңды алып ұшып сағынғанда, жүрек толқып, жан күйін кернейді екен. Ана деген бәйтерек қасиетті, баршаға ем болатын қасиеті. Жер басып жүрген бүкіл адамзаттың мүмкін емес анаға бас имеуі. Ана деген бұлағың ағып жатқан, ана деген алауыт жанып жатқан. Балам адам болсын деп күні түні ақ сүт беріп әлпештеп бағып жатқан. Ойланыңдар, күніге ойға алыңдар, ақ сүтімен өмірде бойладыңдар. Ана деген өмірдің ақылшысы, ананың ақылына тойған кім бар? Қадірле, аялап өт анаң болса, өмірдің жылуы жоқ анаң солса. Өтсе де дүниеден мәңгілікке, ұмытпа, Құран оқыт жаның болса. Анаң үшін өзіңді аямағын, көңіл бөл қолыңдағын аянбағын. Осылай мен жүректің тіліменен басымда болған жайды баяндадым. Жылулық маржан сөзің жетпей тұрған, ақ жарқын сұлу елес кетпей тұрған. Балам деп басымнан кеп сипай тұғын, тек жылу маған ана жетпей тұрған. Анасымен тілдессе өзге адамдар, сағыныштан жанымды басадызғар. Өзіңе деген ана сағыныштан, жас боп аққан жанымда қара тұз бар. Суретіңмен тілдесем күнігемен, жаныма жат боп барат күлу деген. Қалай мен сағынбайын айтыңдаршы, сағынған жүрегімнің түбі терең. Қадірін білсекен деп өзгелердің, тәңірім осы меді көздегенің. Беттен қақпай балам деп өсіріп ең, өзіңдей жақыным жоқ, өзге менің. Қыз жанын енді сездім мейірленген, болды ана, мен енді мейірленем. Сен кеткенсің жанана мәңгі өмірге, мазаламай қояйын мен өмірде. Мен енді өз-өзімді қолға аламын, келмес өмір несіне толғанамын. Келешек келініңе нұрлы қарап, самғайды биіктерге қол қанатың. Жұмақтың төрі болғай мекеніңіз, қайда қашан белгісіз өтеріміз. Амал не, бұл өмірдің заңдылығы, кейінгі ұрпақ үшін ертегіміз. Құрметті Алматы облысының 60-90 жылдардағы кітапхана жұмысын өте жоғары көтерген және халқымыздың мәдениетіне, оның дамуына үлкен үлес қосқан азаматтарға мына алғыс күні өзімнің алғысымдай. Бізде осы үлкен үлес қосқан еңбекші қазақ ауданының мәдениетіне және кітапханасының өте зор биікке жетуіне үлес қосқан қазір ортамызда жоқ Күләш Назаровнаны мен иманды болсын деп айтамын. Ол кісінің еңбегінің арқасында еңбекші қазақ ауданында барлық жерде әрбір населенный пункт дейміз ғой, сол кішкентайдан бастап жаңағы чабандарға дейін барлығында да кітап оқу мүмкіншілігі туды. Сондықтан менің ойымша Күләш Назаровнаның үлкен жұмысын ескеріп, облыстық кітапханалар бір жағдайды ескеріп, сол аудандық кітапханаға сол кісінің есімін беруге жұмыс жасасаңыздар жақсы болар еді. Кітапхана тарихындағы ең елеулі оқиғалардың бірі
Осы кітапхана жүйелерін бір орталықтандыру, кітапхана жүйелерін орталықтандыру болып табылады. Дәл осы кезде біздің Шелек аудандық кітапханасына Ибраева Күләш Назарқызы небәрі 37 жасында бізге басшы болып, директор болып келді. Ибраева Күләш Назаровна келгеннен бастап осы біздің ауданымыздағы жаңа кітапханалар 27 ауылдық кітапхана, бір аудандық кітапхана, аудандық балалар кітапханасы бір жүйеге біріктіріліп, Шелек аудандық кітапханалар жүйесін құрады. Орталықтандырылған кітапханалар жүйесін құрады. Осы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде ең негізгі басшымыз Күләш Назаровнаның еңбегі аса зор. Ол кісі келгеннен бастап сол бүкіл кітапхана жүйесінің жұмысын алға бастап кетті. Бұл кісінің Күләш Назаровнаның еңбегін біз шәкірттері қатты бағалаймыз. Тағы да бүкіл аудан көлемінде о кісінің еңбегі зор. Жаңағы мәдениет бөлімінде де басшылық болып істеді, басшы болып істеді. Сол кездердегі заманға сай керекті ұйымдастыру шараларының барлығын біздерді үйрете отырып, тәрбиелей отырып, ол кісі алға бастырды. Біздің Күләш Назаровнаның өте қатты жақсы қасиеті, жаңағы бұл кісі өте бауырмашыл, өте бір бәрімізге қамқор болған, бәрімізді бір өзінің баласындай көрген, ешкімді шеттетпей, ауылдық кітапханаларда, осы аудандық кітапханада, соның барлығында бұл кісі өзін баласындай көріп, қамқорлығына алып, бір жағы бізді дұрыс бағытқа бастап еңбектендірді. Біз осы кітапхананың өте бауырмашыл, өте бір керемет адам еді. Ол кісі біздің осы Шелек өңірінде 10 жыл бойы қызмет етті. Сол 10 жыл бойы бір ретте біреудің көңілін ауыртып, немесе біреуге бір қатты сөйлеп, немесе бір адамды жәбірлегенін көрген жоқпыз. Өте бір инабатты, өте бір адамгершілігі мол, бір сондай жан еді. Ол кісіні біз өте қатты сыйлаушы едік. Ол кісі еш уақытта мен істедім, мен осының бәрін қатырып жатырмын, немесе мен директор болғаннан кейін осының бәрін мен жалғыз істеп жатырмын деп айтпаушы еді. Ол кісі керісінше осы жұмыстың барлығын менің қыздарымның арқасы, осы қыздарым жұмысты атқарып жатқан осылар, мен әйтеуір жүрмен ғой орталарында деп өзі өте бір қарапайымдылығы да бар еді. Сол өте бір жаңағыдай негізінен былай қарап тұрсаңыз, негізгі ұйымдастырушы, негізгі басшы сол кісі ғой. Бірақ сол кісі бір ретте мен істеп жатырмын деген әңгіме айтпайтын еді. Өте бір адамгершілігі мол, сондай жақсы. Бәріміз ол кісінің мына ауырған кезінде де өте бір езілдік бәрімізде. Жазылып кетсе екен деп Алла тағаладан тіледік. Енді бұл кісі не істейміз, Алланың өзіне жөн болды. Сол Алла тағала арамыздан алып кетті. Біз енді еш уақытта ол кісіні ұмытпаймыз. Жүрегіміздің бір түкпірінде ол кісінің есімі сақталады. Сол балаларының артында қалған ұрпақтар аман болсын, соларға жақсылық тілейміз. Балаларымның барлығын ол кісі жаңағы балаларында сондай өте жақсы көрді. Екі сөзінің бірінде мұратым, қарғашым, ардағым деп өтті. Оның кейін немерелерінің өзін, мысалы Асылбегім, мұхитым деп сөйтіп жаңа қарғаштың Дарханым деп
осылардың барлығын айтып отыратын. Кейіндері мысалы шөбере сөйді әйтеуір кім шөберелері бар, шөберелері бар. Енді артында ұрпағы жалғасып жатыр ол кісінің. Енді сол ұрпақтарына Алла тағала денсаулық берсін, амандық берсін. Әр уақытта сол жақсылықтарда Күләш Назарынаны еске алып сөйтіп жүрейік. Енді ол кісіні еске алмау мүмкін емес. Біз қай жерде де мысалы бас қоса қалсақ, бәрібір ол кісінің есімі біздің аузымыздан түспейді. Бәрібір біз ол кісі туралы бір сөз айтпай қалмаймыз. Ол кісіні аса қадірлейді, бүкіл ұжым қадірлейді. Естігенде барлығы өте қатты қиналды. Ой, тіпті жаңағы анау клуб нелерде қызмет, камшаттар, жаңағы халбөбілер, барлықтары осы кәдімгідей қатты не алды, қиналды. Ой деп енді жүре тұрса болар еді, ой әттең ай деген әңгімелер айтылды. Енді барлықтары сол енді сонда да Алланың өзіне жөн енді осы. Бұдығұлова Қарлығаш Тұранқызы. Челек ауылдық кітапханасына соны 1983 жылы 18 жасымда жұмысқа келдім. Сонда алғаш мен жұмысқа қабылдаған Күләш Назарын еді. Бүгінгідей әлі көз алдымда. Күләш Назарынан көрген кезде ең бірінші есімде қалғаны ол кісінің өте қарапайымдылығы, соған қосқанда өте мәдениеттілігі. Соң жаңа айтқанда өте әдемі еді ол кісі. Ол кісінің жүрісі, кітапханаға кіріп келген кездегі аяғының дыбысынан білетіміз Күләш Назарынаның кіріп келе жатқандығын. Оның аяқ жүрісінен ақ енді Күләш Назарына енді бүкіл өмірін, бүкіл ғұмырын осы кітапхана саласын дамытуға арнады. Енді сол кісінің алғашқы шәкірттеріміз, енді 18 жасымызда біз келгенде ол кісімен Нұржамал тәтем отыр, мен алғашқы ұстаздарым. Осы кісілердің алдынан өттім. Кейінде ол кісі айтты, сен сырттайды болса жоғарғы оқу орнына түсуің керек деді. Содан қыздар педагогикалық университетіне сырттай оқуға түстік. Ол оқуды бітіріп, сол оқуды сырттай оқып жүргенде де тұрмыс құрдым. Балалы болып, сол кезде маған көп көмек көрсетті Күләш Назарына. Нұржамал тәте көп көмек көрсетті. Осы кісілердің арқасында жоғарғы білім алып шықтым. Енді қазір айтсам, соның жемісін көріп отырмыз. Назарынан естіген кезде енді өте енді көңіліміз жаман болды, қимастық болды әрине. Өкініш деп айттық, әлі де жүре тұрса деген ойлар болды. Енді жаңа айтқандай бұл да Алланың ісі. Не дейміз, иманды болсын, алдынан жарылқасын, артында қалған балаларына, ұрпақтарына өмір берсін. Алдынан жарылқасын. Мен аты жөнім Тұяқова Салима Тоқтасынқызы. Сол Күләш Назарынан бүгін мінекей еске алып бәріміз отырмыз, әріптестеріміз Шелек өңірінен Нұржамал Абдрешевна келіп жатыр. Бізде жаңа Қарлығаш айтып кеткендей жас маман болып 1984 жылы Шелек өңіріне келген кезде алғашқы біздің еңбек жолымыздың еңбек парақшамызды ашқан осы Күләш Назарына болатынбыз. Ол кісінің берген осы еңбегінде жаңағы өзің өмірдің бізге үлкен үлгі етем. Өйткені мен өзім сол кісіден көп нәрсе үйрендім. Адамгершілікті, содан кейін жұмысты қалай ұйымдастыру қабілеттерін, кітапханашы мамандықтың қалай сүйетін туралы жанын беріп, осы жұмыс істегені Күләш Назарынан көз алдымызда. Мінекей қанша уақыт өтсе де, қанша мысалы аудан жабылып, Есекте ауданда жұмыс істеді. Содан кейін осы ғимаратта облыстық кітапханада мінекей отырған осы соңғы жұмысы екен Күләш Назарынан. Қай жерде болмасақ та ол кісілер Күләш Назарына айтатыны адамгершілік қасиеттен, бір-біріңе сыйластық қасиеттен арылмаңдар. Кіші болса да кішінің алдында ізет көрсетіп, сонда сендер ұлы биік боласыңдар деп айтатын. Сол Күләш Назарынан сол сөздері, сол кездегі
ұжымымыз біздің бірінші айтатын мен сол біз қандай ортаға түсесің, сол ортаң сені тәрбиелейді. Біздің айта кететін сол Күләш Назарованың өзінің қалыптасқан сол ұжым Шелек аудандық кітапханасының міне ұжымдарымыз, әріптесіміз сол кездегі ұжымымыз бізді тәрбиелеп, мінекей осы биік неге көтерген сол ұжымның да арқасын деп ойлаймын. Сол ұжымның ұйымдастырып, сол тәрбие берген осы Күләш Назарованың арқасы. Жаңа Нұржамал Абдрешина айтып кетті ғой, көп нәрселер, жаңа қылықтары, нелері өте орталықтандырған кезі, кітапханалардың бәрін жүйесін бір жерге жинақтаған кезі, кітап қорды, жалпы бухгалтерияның бәрін бір жерге жинақтаған бір көзден жаңағы қаржыландыру кезі, өте қиын кезінде сондай Күләш Назарова сияқты, Нұржамал Абдрешина сияқты ұлы осы ұстаздарымыз болғанына мен өмірімнің өзі бақытты деп ойлаймын өзімде. Өйткені солардан тәлім тәрбие алып, солардың оқу несінен облыстық кітапханада жұмыс істеп, кейін қазіргі ұлттық кітапханада жұмыс істегенім осы ұстаздарымның арқасында қанша үйретіп, қанша өзің сөзбен емес, өзің қылықтармен, өзің жаңағы өмірдегі кітапханаға деген жан беріп жұмыс істегені бізге сол өнегелі болды. Содан кейін Күләш Назарованың бір арманы осы балаларым біреусі кітапханашы болса екен деп, сол арманы орындаған сияқты. Міне арамызда біздің Ардақ деген қызы отыр. Ардақты қазіргі міне білікті маман, кітапханашы, өзінің анасының жолын ары қарай жалғастырушы ретінде біздің қасымызда әріптесі көзі отыр. Міне Ардақ, шырағым, жаным. Енді мына балаларға, енді әрине оны айта берсең өте өксің өмірі жан жақты, айтқан сөзі, айтқан ақылдары барлығы қазіргі жүрегіміздің түпкірінде. Мынау балаларына жасамаған жасын берсін. Енді істеген ізін осы жалғастырушы ретінде бар, міне қыздары бар, біз бармыз. Сол кісінің өмірі кітапханасына қойған, салған жаңағы үлесі ары қарай жас мамандар, жас кітапханашыларға үлгі болады деп өзім сенім білдіргім келіп отыр. Рахмет. Мен Атижанова Сәуле Оқанқызы 1989 жылы Алматы облысы Шелек аудандық кітапханаға жас маман болып жұмысқа кірдім. Сол кезде Күләш Назарованың біздің директорымыз болды. Ол кісі аяулы ана, сүйкімді әріптес, сұлу кісі болды. Ол кісінің адамгершілігі бізді тәрбиелеген, мәдениеттілікке, тектілікке және еңбекқорлыққа баулыды. Мен сол кісіден алған тәрбием өте биік шыңдарға жеткізді деп ойлаймын. Сол кісінің мәдениеттілігі мен еңбекқорлығының арқасында мен мол тәжірибе алдым аудандық кітапханадан. Және содан кейін маған Қалалық университетінің ғылыми кітапханасының оқу залында жұмыс істеймін. Осы әріптестердің арқасында мен жақсы маман, білікті маман болғаныма өте қуаныштымын. Енді Күләш Назарованың айтатын арты аман болсын, шапағаты майы, қызда шашсын, тек жақсылық ойлаймын. Рахмет. Бекші мен Күләш Назарованмен бірге қызметтес болып жұмыс істемедім. Сонда да болса, ол кісімен осы кісілер, осы әріптестері, ол кісіні жақсы көріп, сыйлап, Күләш Назарованың аузынан тастамайтын мен бірінші кітапханаға келген күннен байқадым. Қандай да болсын, бір жиындар болсын, сол кезде Күләш Назарова біздің ортамызда жүретін. Сөйтіп жүріп, келіп кетіп жүріп, мен ол кісімен жақсы араласып кеттім. Сіңлісіндей болып, осы кешегі, осы дүниеден өткен күнге дейін хабарласып, сөйлесіп, жақсы араласып тұрдық. Мен ол кісіні Күләш Назарованға бір өзімнің жақсы көретін апам ретінде бір-екі шумақ өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Сені алмаймын бұл өмірде жоғыңа, сағыныштан қалам алдым қолыма, сені іздеймін жан-жағымнан жалтақтап, сая болған апам едің жаныма, көз жасым көлдей болып төгілет, ұжымың сізді ойлап егілет, жарқын бейнең жарқырап әлі күнге қасымда жүргендей болып көрінеді. От өшпейді өзің құрған орданың, қайтейік ай тірлігіңде бәріне сен қармандың, мұрат қарғаш ардақтарда күрсініс бар бітпейтін, көріп тұрмыз жетімсіреп жәутең деумен қалған.
Жаны жайсаң жақын сырлас апамыздың, ақ көңіл мінез ашық апамыздың енді жатқан жері жарық болсын, Алладан сұрайтынымыз топырағы торқа болсын, қараңғы үй жарық болсын, артындағы балаларына көрмеген жасын берсін. Енді ұрпағы көбейе берсін. Біз Күләш Назаровна сізді ұмытпаймыз. Әрқашан есімізге алып жүреміз. Сол топырағыңыз торқа болсын, жатқан жеріңіз жайлы болсын, иманды болыңыз.